Мысықтардың өте түкті, яғни тегіс емес тілі бар екенін барлығы да біледі. Бірақ мысықтардың тілінде олардың тырнақтары секілді креатинмен бірдей материалдан тұратын тікенектер бар екенін бәрі бірдей білмейді. Бұл олардың жүндерін жалауға көмектеседі. Мысықтар өздерінің ояу уақытының 40%-ын осы әрекетке жұмсайды. Жалаудың әртүрлі функциялары бар. Біріншіден, олар осылайша ескі жүнін жұту арқылы алып тастайды. Әдетте олар оны кесек түрінде зәр етіп шығарып тастайды. Кейде мысықтың ішкі ағзаларындағы ақауларға байланысты шықпай қалатын жағдайлар болып жатады. Сондықтан оларға тіпті хирургиялық операциялар да қажет болуы мүмкін. Дегенмен бұл өте сирек кездесетін жағдайлар. Сондай-ақ жалау мысықтардың салқындауына көмектеседі. Сілекей мысықтың жүнінен буланып, қызып кетуіне жол бермейді. Сондай-ақ жабайы табиғатта жалау мысықтардың жүнінен әртүрлі ауруларды тудыратын паразиттерді жоюға мүмкіндік береді. Мысық жүнін жалаған кезде терідегі қан айналымын жақсартып, жүнді де сау етеді. Сонымен қатар мысықтар басқа мысықтармен достық қарым-қатынастарын нығайтуға мүмкіндік беретін әлеуметтік рәсім ретінде де бір-бірін жалайды. Десе де мысықтар өздерін тек қауіпсіз сезінгенде ғана жалайды.